Менің тәжірибе мақсатым 9-шы сыныпта оқытылып жатқан импульстың сақталу заңы және реактивті қозғалыс тақырыбына арналған теориялық сабақтарды практика жүзінде тәжірибе арқылы көрсету болып табылмақ. Мен үй және мектеп жағдайында реактивті қозғалыс тудыру ТД қозғалтқышын тәжірибе түрінде үшін сынағым келеді. Ол үшін ТД-ның шешуін айта кетейін. Твердо топливный двигатель қатты отынды қозғалтқыш болып табылады. Ал қатты отынды қозғалтқыштың компоненттік құрамдарын мына заттардан тұрады. Міне, мынау құмшекер, кәдімгі үй жағдайындағы қолжетімді, өте қолжетімді песок біздің жағдайымызда. Және мынау селитра, калий селитрасы дейді. Бұл калий селитрасы кез келген бағбан садовниктердің магазинінен сатып алуға болатын өте қолжетімді селитра. Осы екеуінен мен қатты отынды қозғалтқышты жасағым келеді. Селитра керек екен біздерге тотықтырғыш ретінде. Оттегі бөлініп, жану процесін күшейту үшін тотықтырғыш керек, осындай күшейту үшін. Ал негізгі отын мына біздердің кәдімгі пайдаланып жүрген песогымыз отын ретінде пайдаланамыз, қатты отын ретінде қарастырамыз. Ал қатты отынды дайындаудың концентрациясын айтып кетейін. Мына біздер осы весеймен, таразымен өлшеп концентрациялық пропорциясын айта кетейін. Мына біздер қатты отын ретінде мына песокты алсақ, песок 35% болу керек отынның. Ал мына селитра 64%. Осының концентрация барлығын мына весеймен дәл-медәл өлшеп мына қойылды. Мынау 35%, мынау 64%. Және мынандай міне темір оксиді. Бұл кәдімгі темірдің қаты. Ол 1%. Мыналардың барлығын массасын неткенде мынау 1%-ді құрайды. Ол темір оксиді бұл жаңағы қатты отынды қозғалтқышымыздың жану камерасында қуат тудырады екен мына темір. Енді осы компоненттерді араластырамыз бір-біріне. Араластырғаннан кейін аздап су қосып, балқытып ертеміз. Сосын ерткеннен кейін, ол балқытып ерткеннен кейін кәдімгі мұз кәмпитке тәрізді бөлме температурасында оны қатырамыз. Біздерге қатты отынды двигателіміз пайда болады екен.